Жиі ықылық деу жақсылықтың белгісі емес. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Видео басталмас бұрын осы видеоға лайк басып, біздің арнамызды қолдап кетіңіз. Жалпы мұндай жағдай бәрімізде де болады. Бірақ біз оған мән бермейміз. Таңертең оянғанда, орындықтан тұрғанда міндетті түрде керілетініміз әдетіміз бар. Дастархан басында керілуге болмайды. Адамға қарап керілме деп тыйып та жатады. Негізінде адамның еркінен тыс болатын осы жағдайлар бекерден бекер емес екен. Әрқайсысы әртүрлі дерттерден дерек беретін көрінеді. Мәселен, осы тақырып бойынша есінеу. Медицина тілінде бұл гипоксия деп аталады. Яғни, миға оттегі жетіспеген кезде адам есінейді екен. Бұл дерттен құтылу үшін тыныс алу жаттығуларын жасап, бір мезетте қатты және де жай демалу керек. Тез-тез демалу қанға оттегін тез жеткізіп береді. Көбінесе ұйқымыз келгенде немесе шаршағанда есінейміз. Міне осы кезде ағзамызға оттегі қажет болып жатады. Екіншісі түшкіру. Түшкірген кезде адамның жүрегі 1-2 секундқа тоқтайды деген түсінік қалыптастырылып алғанбыз өзімізге. Қараңғыдан күнге шыққанда, шаң жұтқанда, түрлі өсімдіктерді иіскегенде түшкіреді. Бұл қалыпты жағдай. Өйткені ол адамның тап осы заттарға аллергиясы бар болу екені көрсетеді. Егер сіз шаң көтерілген бөлмеге кірсеңіз, яғни ол жерде түшкірсеңіз, мұрын шаңға толып, шырышты қабаты құрғайды. Салдарынан мұрынның шырышты қабаты тітіркеніп, ол еріксіз түшкіртеді. Бұл нервтардың әсерінен орындалатын жағдай. Егер сіз бірден 2-3 рет түшкірсеңіз, оған алаңдаудың қажеті жоқ. Ал егерде 10-нан асып түссе бұл жағдайлар, міне бұл үлкен мәселе. Қатарынан 10 рет түшкірген адамның мұрнында ісік бар деген сөз. Сіздің ағзаңыз ісікке тітіркеніп, оны түшкіру арқылы шығарып жіберуге тырысады. Бірақ ісіктің емі түшкіру емес екенін білгеніңіз жөн. Сондықтан жиі түшкіруді тоқтату үшін дәрігерге көріліп, қажетті тамшыларды тамызғаныңыз жөн. Үшінші, керілу. Адамның еркінен тыс болатын жағдайларға керілу жатады. Алайда қай жерде керіліп, қай жерде керілмеу керек екенін білеміз. Былайша айтқанда керілу біздің басқаруымызбен орындала алады. Бірақ не үшін біз керілгіміз келіп тұрады? Керілген кезде тамаша жеңілдік қалыптасуының себебі неде? Керілу біраз уақыт бойы жұмыс істемей тұрған бұлшықеттерді іске қосу үшін керек. Сондықтан таңертең тұрған кездегі керілу бұлшықеттерімізге жан бітіреді екен. Керілу арқылы бұлшықеттерімізге ауа барып, қан айналымы қалыпқа келеді. 4. Ықылық деу. Мұны да өзімізге қандай да бір белгі деп білеміз. Мәселен, кішкентай балаға ықылық тиіп қалса, тоңып қалдың ба деп қолын ысқалаймыз. Оған қоса су ішкізіп, шөлін қандырамыз. Ал үлкендерге ықылық тисе, не ұрладың деп қорқытып әлекке түсеміз. Ал медицина мамандары ықылық тиюіне ыстық тамақ пен ыстық су ішу және тоя тамақтану себеп болатынын алға тартады. Асығып тамақтану, тамақты көп шайнамай бірден жеу, ауызға толтырып тамақты шайнау ықылықпен тиюіне себеп болады екен. Жиі ықылық тию бас сүйек, ми қысымының пайда болуына себепкер болады. Тамақты шайнамай жұту арқылы асқазан мен нервтарымызға салмақ саламыз. Сондықтан бас сүйегіміз бен ми зардап шегеді. 5. Селкету. Ұйықтап жатып селкету ағзаға оттегінің жетіспеушілігінен пайда болатынына туралы айтады медицина мамандары. Ұйықтап жатып, аяғыңыз арыққа түскендей сезім сізде де болған шығар. Бұл мидың сізді оятуға тырысқан әрекеті екен. Өйткені сіздің тынысыңыз нашарлап, тамыр соғысыңыз баяулап, бұлшықетіңіз босаңсып барады. Мұны сезген ағза мәңгі ұйқыға кетпес үшін, яғни комаға, сізді шошытып оятады екен. Құрметті көрермендер, сіздерде осындай белгілер бар ма? Төменге жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған дертке шипа арнасы. Денсаулықтарыңыз
мықты болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.